Ең алдымен шығарылымды көрмес бұрын біз өзіміздің YouTube арнамыздың оқырмандары арасында ең қызықты комментарий жазған оқырманымызға ақшалай сыйлық беретінімізді ұмытпаңыздар. Олай болса ең алдымен біздің каналға тіркел және де қызықты комментарий жазып ақшалай ұтыстың иесі бол. Армысыздар, біздің сүйікті арнамыздың сүйікті көрермендері, бұл әдеттегідей хихикая жобасы. Бүгін бізде қонақта өзіміздің ағамыз Кітапхан Бердалиев Еркебұлан. Қош келдіңіз, Ереке. Бүгін бізде құрамда совместке салайық та Кітапханмен. Хамит Ердехан деп соңына дейін жатасың. Бүгін бізде құрамда Нұржан Арман, Асфендияр Қасым Ибаділда, Футболдағыдай бастады. және Диас Нұрболат. Бұл хихикая жобасы. Басқа жоба болмасын. Шай әңгіме болмасын десең, қошыма дем кетірмеді. Орик ренжіме. Мына выпусқа Жандарбек аға жазатын сияқты комментарий. Боқтап па? Бізде енді хихикаяда жігіттер бір оқиғаларын айтады, оны жан-жақтан құйтырқылап әрлеуге тырысамыз енді барынша. Соңында сіздің бір керемет оқиғаңызбен көрермендер сусындайтын болады. Шынымен ба? Иә. Хикая мынандай болады деп. Иә. Бүгін қандай кітап алып келдіңіз? Менің атым Қожан айтпайды. Кеттік онда, бірден бастап кетейік оқиғадан, ары қарай форматты түсініп алармыз өзіміз. Сондай болады ма? Иә. Нешінші бөлім әлі сынамайсың? 12-ші бөлім әлі. 12-ші? Иә. Кеттік. Біраз ұрып сапсыңдар ғой. 21 күн бойы стажировкадан өткем дейді. Әдетте адам стажировкадан 2-3 күн өтеді. Бір айда өтетіндер Әртүрлі бола береді. Жоқ, тегін жұмыс істеген 21 күн бойы. Жұрттар біраз жылдап Қолдықта істеген ба? Мен шай істегем тегін жұмыс. Қалай ол? Қара жұмысқа сақ қой дейдігілер. Жұмыс Бір тамақтамас деген шығар. студент болған шығар. 21 андай бастығында андай идея болған сияқты. 21 күн істетем оған стажировка. И 21 күн істесең әдетке айналып кетеді ғой. Любой нәрсе. Ары қарай үйреніп кетеді. Ары қарай жұмыс істей береді. Жоқ, андай бастық болса ше, 21 күн деген келеді да. Сәл кішкене үйрене алмадың. Ең 21 күн. Бір жыл ұстаса. Ағы деп па. Ол еще не жұмыс болуы мүмкін ол. 21 күн Жылдың аяғында ше, үйрене алмадың. Менде шынымен болған сондай. Не жұмыс істедіңіз? 4-ші курс оқып жүрген кезде Значит, мынау сенің историяң емес. мамандықпен короче жұмыс жасаймын деймін да. И бір ТОшкаға барам, геодезист болып. И олар алады. Бір ай Геодезист деген не істейді сонда? жер өлшейді. Ондай кәдімгі камера сияқты ше. Бізде де съемка болады, бірақ басқаша. Атады дейді. Ана сендер ма жүретін жолда? Иә. Сол ғой шынымен. Мыналар исығандар жүреді. Исығандар. Екеуі де жұмыс жасап жүреді. Тез айта салайыншы, қатты қызықтырыңызшы. Сығанмен шатастырып Сөйтіп, короче, кірем ғой. Айтады, бір ай стажировка өтесің дейді тегін. И мен бір ай барып жүрем, күнде жұмыс істеймін тегін. И бір ай бітті. Көндің ба сонда? Бір ай тегін. Бізде, короче, документ бірдеңе тапсырдың ба? Тапсырдым, иә. Бізде андай, короче, опытсыз вообще жұмыс қалмайды. Сол қалай? Бәрінде сондай шығар, Иә, бүкіл жерде сондай опыт сұрайды. И андай, сәл интерес бар кезім мамандыққа, жақсы көретін кез. Интереске спрос жоқ қой. Жақсы көретін кез. Жаңағындай, мен армандап сөйтіп түскенмін ғой тупить етіп, арман дұрыс болмаған да. Геодезист дейтінді мектеп кезінде армандауға бола ма оны? Геодезия және картография. Өмірін құтқарып қалған шығар, геодезист. Өлшеп жүреді да. Ана таяғымен ше. Аға, сіз кімсіз? Мен геодезист. Батпақтан алып шыққан ба, жумоңдағыдай. Мен өскенде геодезист болдым. Рейка. Енді айта салайыншы, екі-ақ сөйлем ше негізі. Қазір бақаға дейін қанша метр мысалы? Өлшей аласың ба? Көзбен? Көзбен примерно айта бересің, 2 метр дей салады. Нашар геодезист. Бізде арнайы құрылғы бар ғой. Сол үшін сен тегін істеген соң бір ай білесің ба? Нұржан, тыныш. Жоқ, сенің оқиғаң емес та. Айта салайыншы. Екі-ақ сөз қалды. Короче, бір айға стажировка келсем, кірем, бір ай істеп болам. И типа барам ғой енді. Неге? Дальше уже ақылы түрге аласыздар ма десем, жоқ, сен дұрыс үйренген жоқсың, тағы бір ай істейсің деді ғой. Шынымен айтты.
сосын істемеймін дедім да кетіп қалдым болды кімдікі история негізі мүмкін тағы бір ай істегенде мүмкін жұмысқа алып қалар ма еді ол жерде. бізде балалар болды 3 ай тегін істеп до конца шыдап сосын кетіп қалған Неше айға Шайға дейін апарды ма? бермеген оғаларға да ана компания мынау кайф уже қой. 21 күн деген әшейін болып қалды шай тегін Болды, істейді, айтпай демалыс, қойсын шай ба? тегін. универде одан аз оқығанмын ғой шайдан Айта сал. енді. айтайық оны айта салайық енді кімдікі менікі ғой айтып бармын ғой иә айтыл в общем қалаға оқуға келген кезде ғой кино басталып отыр ма кино басталып Пакетпен, иә пакетпен Автобустан түстің. автобустан түстім сөйтіп неге ресторанға жаңағы официант болып бірінші рет істейін деп отқанбыз ол кезде дос баламыз Сен вокзалдан түстің бірден ресторанға. сумка пумкамен кіріп бара Вокзал жандары. Диана бір резко. Диана екіден өтіп баратып ойланса. Ішке кіріп. сөйттік та дос балам бар қасымда ауылдың баласы ғой ол енді мен кішкене андай сәл қалаға қызығушылығы бар Бірден көтеріліп кеткілерің. қала туралы видеолар көргенсің ба кішкене алматының үстінен көргенсің сондай кішкене орысшалау сәл пәл білем ше ана бала ауылдікі бірақ ұрмайды короче таза ауылдың баласы ғой бірге жұмыс істейміз деп барамыз сөйтіп жұмыс істеп жүрдік ораза кезі Алды ма? ой істеп жүрдік сөйтіп неге 21 күн деген жаңағы негізі адам деген 3-4 күнде стажировканы өтіп менюді жаттап сен сөйтіп Официантқа, официантқа. әлі официант деңгейіне жеткен жоқпыз әлі 21 күн бойы Давай тексерейік, лағман қаншадан? лагман Деп ойладым. тағы өту керек 1,5 теңге деп айта салатын Жоқ, нәрсені. сіз бағаны айтып отырсыз ол жерде Не? тамақтың аттары 40 бір тамақтың аты бар короче анау мынау ресторан емес 40 түрлі тамақ бар Манты, 60 түрлі салат байский жоқ ондай мен емес саған бір 10 жинап бере аламын қазір. бір атын беф строганов деген сияқты ма бурат пюре деп қиын Сложный гарнир. бір атын жаттап үлгергеніміз бар буратта с мясными овощами деген болған местный овощ Мен ма жаңа сәл орысша білем деген ғой. Сол буратада қалды ғой. киноны айтып отырсың сәл деп айтты ғой сәл бар ғой Мясными овощами. Қазақша менюлар бар местный ма? овощ сөйтіп жаңағы күнде тапсыра алмаймыз күніге тапсыра алмайсың Нені тапсыра алмайсың? Не тапсыра меню тапсыруымыз керек Спормен кірмейсің. Сонда күнде сендерден сұрай ма меню? иә менюді біз жаттап тапсырып тамақтың атын жаттай алмай жүрсіңдер ма? жаттай алмай жүр 21 күн еще жоқ андай ғой сендер. енді қара күніне екі тамақтан жаттап жоқ отырсың қасымда иван құрлы жоқсыңдар ма Ей, әлемде неше түрлі Как раз 21 күн тапсырады. 20 күні 39 аттан тоқтайды ойлашы. Біреу жаттай алмаған. жоқ анау просто Риск алып қойғанда еще. жаттамасаң да білетін ба дос баламыз екеуміз бірге кіргенбіз ғой енді ана жұмысқа Еще бөліп сұрай ма? Официант дегенде екеу жақ. журнал бойынша сұрайды андай емтихан құсатып типа мен нормально бір-екі не қыламын да жоқ ана бала кім жауап берсінші дейді да короче анау пофиг анаған ұрмайды короче сөйтіп анау натуре жаттай алмайды сөйтеді да қойшы дейді да короче ертеңге қалдыра береді қойшы Сен анан келсең Сен жаттап иә екеуімізді қалдыра береді Сен 40-ында жатқа білесің. иә жоқ Ой, білмеймін сен жат, Аттан біреуін қырқына ғана ұстап 41 қиындары бар по факту бар бірақ анау оңайында жаттай алмай жүр короче и сөйтеді да сөйтіп біз негізі күн өте макарош макаракта местный овощ күніне Қандай тамақ? макарон. Катаракта деген аурудың. Вот түгел жаттаса не болады? Қари бола ма? Официанттардың. официанттың қари Енді сені үлкен ресторанға ауыстырамыз. нұрмүбарактың столовый сөйтіп ананы ол жерде оңай ананы мысалға по факту андай қылуға болады да мысалы кешке дейін қатты жұмыс істемей жаттап ертеңге дейін тапсырып тастауға болады негізі ал бізді жаңа официанттар пайдаланып жүр ғой типа біз ана не болып Шатастырып жүрме сендер. жоқ ана Жаттама. қояды ананы тасқызып қояды әр бәлені тасқызып қояды мешайт ете ма өздері әдейі уақыт жоқ короче енді ол Жұмыс опытный еткізіп қойған, болғаннан кейін типа иә Сонда сен қалай жаттадың? Борат смысл үшін. Борат смысл. Тақпақ сияқты. Ұйқастырып көрмедіңдер ме? Үйіне барып мамасына тапсыра дейсің. Мама тексерші.
мамасы бірінші жаттап алады. Бурата. Әкесі сөйлешші. Пақан ішіп кеткен. Рекетир бастап. бүйтеді да папасы ішіп келеді да менюңді әкел. Набалан жұмысы нашарлап кеткен. И сөйтеді да ана жоқ ең жыртысы анау ғой. Дос балам таза ауылбай ғой. И барып Дос баланы қатты кінәлап Сен дос баласын түсіре бер де бар. істегісі келмеген шығар ғой. Өзін көтеру үшін. дос баламды әкелу керек. Жоқ бір күні Мен әйтеуір 3-4 анау тупой. Дос балам ғой, родной, 11 жыл бірге өстік. Тупой. Әке семьясымен. 21 күн бойы тапсырамай келатқанымызды көрді да енді администратор ше. Енді бірақ бір жағынан жақсы араласып кеткенбіз короче. Қыз ба? Иә. Сөйтті да жоқ, ол кісі жаны ашыды да давайте Администратор болу үшін не тапсыру керек? оны білмеймін енді. Сөйтті да сөйтіп типа опытный официанттардың қасына қосып берем. Кәдімгідей барып заказ ала беріңдер деді короче. Бірінші күн деді короче. Сөйтті да бүйтіп қарап тұрып алады. Ана опытный официанттар не ма? Қастарында жүресіңдер ма? Жоқ, комите жақсы дей берсей. Қасында жүреміз, қарап тұрады типа. Кинодағы типа ана қыз чайка, жақындамайсың. Түсіндіре ма? Бір сұрақта менде, мысалы менюда ананы жатқа білмей ақ ше жазып алып бүйтіп не істеуге болмай ма? Брат, Қалтай ол берген. сен ойлап тұрғандай не емес, ол ана аттары Мен не қиын ойлап шынымен. Сен ойлап тұрғандай емес, о жақта меню жоқ. Жатқа айтасың бірінші, таңдайды соның ішінен. Шаншардағыдай ма? Жаңағыдай сен мысалы плов ма, антылағы ма деп елестеп тұрған шығарсың. Жоқ. Оны бәрі жаттай алады ғой. Бураталарды ойлап. Сөйтіп Беф Строгановты И ойлап. сөйтеді да дос балам жаңа барып жай заказ алып жатыр ғой, бір қымбат бір госттар түрінен Қымбат госттары бола ма? Иә. Ауылбай дос балам. Қалай білдің қымбат екен? Сөйтті да барып жоқ енді ана ресторанның өзінде Сондай ма? анау адамдар жүре береді. Атқандай ресторанның? Сендер не істеп жүрсіңдер ол ресторанда? Гүлбахар емес па? Жоқ бір через бір танысымыз жіберді аты қандай аты? Әпкем атын білмеймін ұмытып қалдым. Ол Айт. 2014 жылы ғой. Онда жатты. Одан кейін мен жоқ 5 жыл бойы официант болып істеген. Дулат ата дейтін сияқты болыпты. Әлі Дулат ата дейтін ше. жоқ Арзан ана қылып жібереді да ата. айтайыншы балдар. Екеуміз әңгімелесіп кеттік кәдімгі. 5 жыл Подушам ба? істеген өмірін айтып кеттік. Уже меню жаттап бастадым. Мен 160 тағамның атын білемін. Біраз ресторандар дұрып тастаған. Сөйтті да ана дос баламнан жаңа тамақтарды жазып не қылып жатыр да сөйтіп бір кез тұрды. Қандай салат бар деді короче. Дос балаңа. Иә, дос балам. Сен қасында тұрсың ба естіп? Мен жоқ, сәл алыста тұрмын, бірақ естілетіндей тұрмын короче. Көмектеспей тұрсың әдейі. Жоқ, көмектеспегенде мен де особо қатты білмеймін, ана сәл қиындарын сұрасам мен де қателесіп қалайын деп тұрмын. Сөйтіп тұрды да бір кезде қандай салаттар бар деп еді. Андай салат бар деп жаңа айтып отыр да. Бұның құрамында не бар деп еді. Ой, там помидор, огурцы, все есть қойды. Сөйтті да, сөйтіп ана екеуі ғана біледі. Сөйтті да, Официантский приколдар. Негізі қызық емес па? жоқ енді огурцы, помидор Повар деген апайларды айыратын ше. ең андай бетке нелері ғой енді андай Иә. қиын несі жоқ. Дұрыс Сөйтті да, иә. Дұрыс айтасың. Ана составында жоқ нелер болса барып қостыртып келеді короче кухняға барып ше кухнядағыларға огурцы помидор қостырта салады да бүкіл неге заказға соны айта Оливье береді салатта Анау- помидор қиярлар А, жоқ ма? ема шынымен сөйтіп қостыртамын. иә шынымен қостыртады. Новый тамақ өйткені анаған құрастырып айтып жатыр ма? қойды ой бар ішінде огурцы помидор бәрін айта береді. Сонда бет йогурт дей салса да қосу керек бола ма сонда? Онысы білмедім. Любой нәрсе айта салады деген не? Жоқ, помидор қиярмен тоқтап отыр ма ана бала пример. Молодец я брат. Помидор қиярды ғана білетін сияқты ғой өзі. Анау тупой емес ау? Мынаны осып баратыр анау негізі. Помидор қияр под шубой деп қояды. Помидор қияр фрукты салады. Қоса сал. Айтып қой. Сұрап жатыр. Майонез қоса. Мына андай қылып апаратыр ма салатты? И сөйтті да Салатпен тояды. сол күні түстен өте сол ресторанның бастығы келді ғой короче. Бастығы келді. Ол да бізді 3-4 рет көрген примерно сөйтіп жүргеніміз. А чё мыналар әлі официант болмаған ба бірдеңе деп сөйтіп не қылды. Енді мәз қылып қойды. Бір кезде Неге болмай жүрген Жеке- дәле деймін ма? Ол сырттарыңнан бірден көріне ма официант емес екендерің? жоқ ана сен андай Тыр жалаңаш Ана форма біреуге жоқ. Официант болса жоқ брат андай ғой. Сен нормально официант болсаң ана ресторан сен атың Бүйтіп болады. жүресің ба? Атың жазылады. Оған дейін номермен жүреді. 103-ші. Ана досым вообще 08 ба алған? Досым ояқта Біз андай қара не ақ немен жүрміз ғой. Рубашкамен короче. Белый верх. Сөйтті да Бар еді. сөйтті да Диас бір келді шақырып алды короче.
Сені бастық шақырып алып, бастық иә, шақырып алып. таниды еще Иә, Диас. сөйтті да. нөл бір Негізі бергерді. неғып жаттай бермесін. әшейін бергел деген шығар. Сенің атың жоқ қой әлі. Иә. Жетінші нөмір деп па? Жоқ, әшейін Кім? Сөйтті да шақырып алды. Сені де шақырмаған шығар ол әшейін. Айтты. Бергел демеген де сияқты. Байқысы ғана просто сен кәдімгідей сөйтіп адалсың. Жоқ, сәл жоқ, ол кісінің де жаны ашыды ше. Саған Енді ба? почти бір ай жүріп қана жерде. Тегін. Тегін жүріп. Сөйтті да негізі гостьпен былай араласу керек, былай араласу Е, керек. мана үйретіп жатырмын. ақыл айтып- 10 мың теңге беріп отыр. Просто ақыл Жаны ашыса. Гостьпен то есть клиент деп араласпау керек дейді. Гость ол дейді. Клиент деген басқа жерде өйтіп айтады. Сөйтіп күшті сөйлеп жатыр. Сөйтіп ар жақтан дос балаң келе жатыр ғой. Мәке, 3 кружка пиво ма? Болды. Деп ше ауыл болып келе жатыр ғой. Араласпаған ба? Сөйтіп келе жатыр ғой. Сөйтіп ана көрді да ана несі жаңа бастығымыз жартылды короче. Қабылдады ана табиғатты ше короче. Ана шынымен қонақ ретінде араласып жүрген ғой. Иә, қонақтармен сөйтіп араласасыз ғой. сөйтті да сөйтіп бір кезде жаңа көп затты қайттан бізді әрбірле зат тасытып жүр да сөйтіп бір кезде көп затты тасып бараттым да бүйтіп отыра қалдым ғой короче. Не істеп жүрмін мен дедім короче. 21 күн бүгін. Бір тиын тапқан жоқпыз дедім короче. Сөйттім да. Жылап жүрдің ба? Не болды? Жоқ, жоқ. Жоқ, мен андай ақша керек қой енді по-любому. Студентпіз неміз. Ақша бәріне Ана керек. дос балама ондай. Зерлеп отырсың ба? Қай жерде отырсың? Жоқ, енді Ортада ма? Ненің? жоқ, просто Не алып келе жатырың? отын. Бала. Тарелка жинап. Букеткүл. Жаңа Райнер деген тасып жүреді. Официанттан бөлек. Әрбірін тасып барады. Иә, сөйтіп тасып жүрміз. Сөйттік та. Енді отырғанда бүйтіп отыра салған жоқпыз енді. Білмеймін ғой сол қатты қабылдаған. Қалай отырған Ойланып қалдық деп жатқанмын. Отырды да сөйтіп ойланып, мен не істеп жүрмін, мамам. Досың да отырып қалды сол маңда. Дос балам отырған жоқ. Отырған жоқ. Оған сол ана қыздармен араласқанға мәз ол. Қыздармен жүр? Иә, жоқ енді. Ол Просто қыздармен жүр сол жер ресторанда жұмыс Сенің істеп дос бірге. балаң тупой емес. Неге? ол тамақ жеп жүр сол жақтан. Явно ше менің сондай ойымша. нелерге Ол айлықты алып жүруі мүмкін уже. Айтпаймын ана. Сөйтіп соңында Соңында үй ішіміз жаңа мен апашым үйшіміз. Сен кәдімгі телепортация жасап бітірейін деп жатырмын ғой енді. Апашкамның үйінде Сен жайлап әулетік тарттың ба? Паразиті. Яқта тегін жұмыс бар. Тегін жұмыс бар денге қызық болмады. Асар ғой, асар. сөйтті да апашкамыздың жаны ашып, болды балам қоя бер, не қыласың? Керек жаңа ақшаларыңды өзім беріп тұрамыз, анау мынау жол пұлыңа бірдеңелерін беріп жұмыс істемей ақ қой деп. Сонымен дос Апашкың айтты ма? иә өзі айтты, көрді өзі де табыс таппай жүргенімді. Көрдім мен. Дұрыс обслуживание жасаған жоқсыңдар деп айтады. Апаң болған болса. Сен соған дейін сонда сол апаң ақша беру үшін жұмыс істедің ба сонда? Жоқ, Көрдің ба? Аясын деп жұмыс істедім. барынша көрсетіп па? Әдейі алтақ тамақ жаттап па? Сөйтіп сонда жерде ақыры жұмыс істей алмай, ақша таппай, сөйтіп 21 күннен кейін кетіп қалдық ана жерде. Апаңа рахмет. Күшті. Апаңа рахмет. Әлі ақша беріп тұра ма? Апаңа рахмет. Мен сенің бірақ үмітіңе риза болдым. 21 күн өшпегенше. Нормально. 4 күннен кейін Жоқ, брат, андай ғой. официант болып өшеді. Бір ай отыр ғой мен үндемей. Ол сәл Жоқ, брат, диплом жоқ, Менікі қиын, брат, андай ғой. жаптай сала алмайсың. Сен жалғыз өзің Есеп істесең бар ол ше, жерде. сен жалғыз өзің істеп сенде болмай жатса, или там болып кетсе істей бересің, болмай жатса сен кетіп қалатын жер анау. Ана қасында дос балаң жүр, ауылдан бірге келгенсің. Еще ол тупой. Тупой, иә. Ол қайда қазір дос болған? Атын айтсаң болады ма? Түркістанда. Қазір министерство. Тупой ал. Қазір министерство тегін істейді. Мәке ішпеймін деп қойды әлі. Сондай меніңше, оқиға болған. все-таки о бала жақсырақ көтеріліп кетті. Диасқа Ол қайтпайтын бала екен. Қазір шынымен араласпаймыз бірақ. Жоқ дегенде Тойлығы үшін ба? жоқ дегенде о бала үйленді ол ше. Жаңа қыздардың біреуіне үйлендім ма? Жай Диастың минустарын айтамыз. Күшті екен. ондай. Сондай история Қызық болған. история. Тәлім алатындай история екен. Уайымдама, ол болған жағдай сенің төменде болуы мүмкін. Жұбатып қойсын. Ажырасып кеткен шығар. Айтпақшы, Ерекең жақсы. бізде осы Хихикая жобасының атын қойған кісі. Иә. Ерекең көптеген жобаларға ат қойған, мысалы кітапхан жобасының атауының авторы, Зың-заң жобасының атауының авторы. Көп жоба, Қызық Таймстың атын қойған. Шіркін лайф. Қызық Таймстың атын менің досым Айбек Сағымжанов қойды. Қызық. Менікі емес.
Ернардың атын қойған. Отырған қыздар балаға да ат бағдарламасы. қойып. Отырған қыздар Жақында ғана бағдарламасы шықты, YouTube'та шығып жатыр. жарнамалап өтейінші сол бағдарламаны. Иә. Қыздарға арналған біз тоқырлаған еркектер ғой, бүкіл бағдарламада. Ереке ол мен көруге кірдім да ше. Жігіттер болса экраннан шығамыз деді. Шығып Бірден ба не? бірінші кірді. Үйтсін басай сен. Сен 21 күн көрсет. Қоймай атса шығар ғой енді, ладно. Аппашын алып Иә, кетші. көріңіздер, өтіңіздер, сілтемесін астына бақа тастап кетші. Иә, сіздің достарымыз, ол кісілерде. Бұған дейін сіздің шығам дегенше, оның да 3-4 выпуск шықпаған сияқты уже. Қош? Иә. Блин, кімдікін алып қол керекші. Аңсаған пича. Ертерек шығу үшін. Сондай ат қоюға өте шебер кісі, егерде жаңа бір Проекттеріңіз болса, проекттеріңіз болса, туылып балаларыңыз жатқан бала болса, шағаларыңыз болса, ат қойдырып алсаңыздар болады Ерекеге. Ятай. Рахмет, кеттік, келесі оқиғаға көшейік. Өмірімдегі өте арзан қорқытуда болдым дейді. Қорқытуда. Иә, квест емес, Квест емес. қорқытуда. Ол кезде қорқыту деп аталады. Ең бірінші квест. Ана не деп атаймыз? ол еще Арзандығы соншалықты. Квест деп атып, қорқыту. Қазақша атау береді, арзан болса. Квест қымбат болып тұрмаса. Сәл арзан болса, асхана ғой. Ресторан емес. Наң жаңа ресторан сияқты емес қой. Қорқыту. Тығылмашақ деген сияқты. Атыспақ. Ең арзан қорқыту. Ана нені Қалай атысатын бар еді ғой. Иә, Пейнтболды. пейнтбол. Атыспақ десең, осы жағдай. Тегін қып тастайсың ғой. Мен аттым бірінші. Мойындамайсың ба? Сен атқанда өткізіп Ол жіберді. жақта қандай болуы мүмкін деп ойлайсыз қорқытулар? Арзан қорқыту ма? қорқыту. Отыр бұқ дейді. Историяны алып келеді білесіңдер ма? Соңына дейін бәрі бүйтіп тыңдап қалған кезде. Сол қорқыту. Ол қымбаттау сияқты. Мен қорқам оған. Ол квест уже. Ой, білмеймін, одан арзан. бұл еще бұл сағыз болады еді білесің ба? Сағыз тартқанда тоғыз. тауық ба Сондай, бірдеңе иә. шығады сонда. Фокус емес пе? Да, ол да. Фокус деп ойлаймын. Таңғалып жүрмін мен. Фокус деген мынау ғой. Қатты таңғалдырып қойды. Атан саусағын қай. Ерекең таңғалдырып жоқ болып кетсе. Шынымен таңғаласыз ғой. Ладно. Историяға көшейік. Оқиғаға көшейік. Хикаяға. Менікі. Менде история жоқ бүгін. Сендер алдын ала білесіңдер ма кімдікі екенін? Жоқ. читаемый ғой. Біреу айтылды, мен Диас айтты. Сіздікі Асик емес. өзін кім біледі? Нұржандікі Сіз енді шіли мафияға ойнап отқан жоқ шығар, сен кім айтады? Иә. Сен айтпайсың. Арам жоқ ол. Неге бақ айтпайды? Айтады қазір. Айтсыншы. Бүгін менің орныма бақ айтсын. Сізде тыңдайтын бір ерекше ерек болсын. Бере салатындар. Ерекше Жоқ бағдарлама бір ерекше болсыншы. Бұл оқиға бізде Нұржандікі. Нұржан, ол қалай болды? В общем, Арзан қорқыту. мектеп кезі болатын. Мектеп кезінде бір 3-ші класс па, 4-ші класс па оқимын. И сол кезде бір күлкі күн не арнай ма, өз сондай бір күні болады ана. Арзан күнге байланысты. Арзан күн ба? Или балалар күніне орай ма, бір әйтеуір бір мектепте бір Әйтеуір арзан етін. қызықты бір шара өткізетін. Мысалға Директор ма? Іс-шара. іс-шаралар болатын. Ісі бар ма? Мерекелік кеш. Жоқ, кім істейтін оны? Оқушылар істейді. Мысалға 5-ші класс. Сен неше оқисың дедің? Мен 4-ші, 3-ші класстар оқимын. Сен Бастауыш. бәріне сенетін кезің ғой. Бастауыш кез біз только қатысамыз ондайларға, көреміз, бүйтеміз, сөйтеміз. Сендер подопытныйсың. Оны үлкендер бізге көрсетеді дейді, короче. Мысалға 5-ші Бір класс. түрлі мектеп қоя берді. Жоқ, Көрсетеді деген. жоқ, 5-ші класс. Бізге істеуге болмайды. 5-ші класстар мысалға бір әзілді бірдеңелер, фокус сияқты бірдеңелер істейді. 6-ші класс қорқытады. Әйтеуір 7-ші класс Ондай жоқ қой, ондай негізі. Жет- Іс-шарада өнер көрсетеді әркім. Біреу КВН ойнайды, біреу ән айтады. Қай мектеп мынау? Біз қорқытумен бұл Хогвартс. Шоу талант болып отыр ма? Майя. Сондай бір білмеймін неге екен, сондай бір күн белгілі болды бізде. Белгіленді, Бекітілді. бекітілді. Судный день сол. Бір болды. Әр Әрсіміз тірі қалатынбыз.
қорықтық. әр сыныпта өзінің бір шарасы болып жатыр жаңағыдай. Біреу мына жақта күлдіріп жатыр, біреу сыныппен сыныппен болып жатыр. Сендерге қай класс жауап берді? Жоқ, біз только көріп жүреміз. Көрермен. Бұлар жәрмеңкеде жүрген сияқты ғой. Билет сатып алып Үлкен сыныптар концерт қояды ғой, КВН ойнайды, не істейді. Біреу қорқытады, короче. Жоқ, мектепте қарашы, бәрі сонда андай ма, бір коридорда бәрі базардағыдай ма? Коридор емес. Каждый өз кабинетінде. Бірдеңе істейді. Мынау қорқыту кабинеті. Ол содан кейін бар. Прикольно екен. Ол содан кейін бар билет сатылады. Соған ба? Иә. Қазір нақ қойған. Кіретіндік? Билет сатылады. Қай мектеп? Көкөзек орталау мектебі. Орталау? Орталау. Кішкентай болып. Орталау. Арзандау. Арзандау. Орташа. Жамбыл ауданы. Орта деуге келмей ма? Ортаға келмейді. Нормальный мектеп. Андай екі этаж емес 1,5 этаж ба сондай содан. Полтораша. Екінші этажында бәрі бүйтіп жүр. Полтораша. Қазір екі этажда. Полтораш келатыр. Өрмелеп көтерілді. Әр кабинетте жаңағыдай өзінің бір шарасы өтіп жатыр. Аяқта күлдіріп жатыр, бірдеңе сатыр. Бір кабинетте. Билеттер 100 теңге ма, 200 теңге ма сондай. Әр классқа. Бір билет. Бір билет. Анаяққа көру үшін 200 теңгеге бересің. Анаяққа көру үшін 200 теңгеге. Сол әр классқа билесің. Бір фантазияда бар ғой. Бәрі бір уақытта болып жатыр. 5000 теңгемен кіресің да. Кішігірім. Бір фантазиямен елестетеді. Жоқ, андай бір күн ба ол, әлде бір 45 минут па? Жоқ. Сабақ сияқты. Жоқ, бір күн ол. 2 минуттан көресің ба? Мен қазір таңғалып отырмын, күшті мектеп екен ғой біз екеуі. Қызық қой. Қайға кірдің сөйтіп сен? Креативный Сөйтіп, мектеп. Қанша теңгең бар, содан бастайықшы? Менде 200 теңгем бар, бір-ақ рет кіре аламын. Оған сок алып қойдың десе. Терезеден көреді. Сыртынан тұрмайшы. Тым естімейді. Просто қорықпай. Сосын ана бір үлкен класстың баласы өтіп барды. Арзан қорқытқан ба? Рахмет ағай. Өнеріңізге рахмет. Ана соғын тартып кетсе. Жоқ анау бақа түсіп қалсаң. Не түсіріп алдың бақа? Тақабы қатты күлдіріп қойдыңыз ғой екен баланы. Кешірші бақа. Бақа сілкінбей күле берсең. Сіздердің мектебіміз күшті болыпты біздің. Сол ғой андай креативный. арнаған ғой сөйтіп ойлаңыз. Әр ай ма? Жоқ, әр ай емес. Жылына бір рет па? Жылына бір рет Осенний жетеді бал сияқты негізі. бір рет болады. Иә. Осы күшті. Ол қай күнге совпадать еткенін білмеймін точно. Наурыз емес пе, андай тамақ ішіп жүрген жоқсыңдар ма? Көктем кезі болу керек солай бірақ. Теңінші мат. Сөйтіп құтылса қыздардан. Деп жалғастырамыз. Әр кабинетте әртүрлі эмоцияны сезініп шығасың ғой. Иә. Қорқасың. Менде бірақ Жабырқайсың. Эйфория, бақыт. Бірінші нені қатты алған. Сонда сен әрі. Мен сәл дайындалдым ғой оны істей. Психологтар құсап басып кетті ғой. Сөйтіп ол 200 теңге бар ғой. күлкі күніне болып жатыр ма? Білмеймін қай Иә. күн екен. Жоқ, Нұржан, былай ма, андай әр класстың бағасы әртүрлі ме, әлде бәрі 200 теңге ма? Барлығы 200 Бірақ теңге ғой. мүмкіндігің бар ма сонда? Иә, менде 200. екен. Енді 50 теңгеден өткізіп жатқан ешкім жоқ. Барлығы сол 200-ден басталады. 200 теңгеге тұрарлық па? Сөйтіп Тегін қорқып біреу мына шаршаған жақта ғой. күлдіріп жатыр, біреу бірдеңе Сен істеп қайдан білесің оның қалай не істеп жатқандарын? Сыртында есікте жазылып тұрады. Қорқыту Күлдіріп жатырық деп. Абайлаңдар. Кіріп қоймаңдар. Іште күлдіріп отыр. Бөліп қалулар мүмкін. Абайлаңдар, арзан қорқытып. әр кабинеттің сыртында жазылып тұрады. И менің ағамның класы, менен 3 класс жоғары оқыған ағам, туған ағам, олардың Күлдіріп отыр ма? олардың не істейтінін мен білемін. Олар айтып қойған, біз қорқытамыз деп. Ағаң қорқытамыз. Негізі я Класстағылар айтты ғой, кім тартып алады, адам тартып алады. Мен біраз кем айдан қорқытамыз. Ол келеді, ол жақсы көреді қорыққанды. жоқ, барлығымыз білеміз, что анаяқта жаңағыдай 8-ші класс қорқытып жатыр деген сияқты ғой. Бәрі жазылып тұр. Сонда сендер андай кәдімгідей бір класс болып бәрің бүйтіп талпы кинодағыдай келесіңдер да бүйтіп. Иә. Тұрасыңдар ғой. Иә, Кім таңдайсың иә. қайсыған кіргісі келеді, кіре береді, рет. Сөйтіп билет Андай ма, 5 адамнан дейтін бе, әлде 30-ында кіріп, оларды қорқытып. 3 адам ба сондайдан ғой деймін. 3 адам ба сондайдан ғой. Сөйтіп та 200 теңгемді бердім, 200 теңгеге өздері қолдан билет істеген андай. Ананы сен де жасай аласың ба? Иә.
жол дәптерден жоқ оны печатать ет 17-ші орын деп оны печатать еткен оны біз істей алмаймыз ол кезде мүлдем істей алмаймыз Печатать ету ол Иә. әлі де істей алмаймыз. сөйтіп 200 теңгеге сатып алдым сөйтіп 2-3 бала кіретін болды қайқа 2-3 бала бір Қорқытуға. неде Қорқытуға қорқытуға бір Бір поток. бір поток сол бір бірінші 2 минут па болады ол сондай Тез қорқытады екен. сол ғой 2 минутқа 200 теңге ма сонда? сондай болып тұр ғой просто кіргізіп алады билет алдың ғой жаңа 2 минут напряг бағыр да еще уақыт өткен резко Жоқ, мынау ше 2 минутқа қымбат қорқыту ғой мынау. Иә, бірақ иә мынау иә. қымбат енді Арзан емес. қорқытуы ғана арзаншы билеті қымбат жоқ ол кезде енді бала көп сыртта бала көп ана кабинет Типа көп кішкентай шығар ғой ғой. иә кабинет кішкентай содан кейін сөйтіп істегендер ғой сөйтіп Кірдің, менің кезегім келді 3 баланы кіргізіп жіберді бірден топыр топыр бірінші кірді екінші кірді мен кірдім үшінші Қорқып өлгендер, қорқып өлгендер. парашютпен секіріп андай қап қара пердемен жауып қойған ғой есікті асты ашып қазып қой полды алып тастаса шықпайды арзан қорқыту ғой бірінші этаждан түсесің ана есікті ашты қап қара перде тұр бүйтті де кіргізіп жіберді да қап қара қап қараңғы ше бағана светті терезенің өшіріп тастаған. терезенің бәрін жауып тастаған Қараңғы болмаса бәле қол, иә. сәл жарық түсіп тұра ма аттарын білесің жап біреу вампир болып тұр шаршап па Аяқ костюм шалбар, иә. Жоқ, сәл дайындалыпты бірақ. Ала десе қараңғы болғанның мен өзі. кірген кезде мына жақтан бір өрмекші түсті бүйтіп мына жақтан есіктің шетінде біреу өрмекшіні ұстап бүйтіп түсіріп тұр көріп тұрсың ба біреуге ғана иә жоқ бәрімізге бүйтіп тұр ғой шай қысады былай шықпай жатыр мынау үшіншісінде арзандау қорқыту слабыйлау керек Жоқ, қорықпай жатыр деп үшеу салады. басқа өрмекші алады қорықпай жатыр деп бүйтіп қасыққа орап анадан қорыққандай болдым да бүйтіп содан өтірік істеп жатсың Иә, да иә. қорыққан жоқсың астыға кір тоже өрмекші тірі ма жоқ Анда ойыншық өрмекшілер болды. Өрмек. Арзан деді ғой ереке. сөйтіп потеря болып жатқан кезде астыға кір астыға деп Потеря болғандар ма өрмекшіге? кәдімгідей енді шошып қалдым ғой енді қараңғылыққа боласа иә астыға кір деген дауыс естілді нең астына сөйтсем мынандай партадан жол жасаған ғой олар парталарды біріктіріп астымен бүйтіп лабиринт жасаған ғой 4 аяқтап жүресің ба Партамен лабиринт істеді. сөйтіп астына кіргізіп жіберді еңбектеп кіргізіп жіберді астына бүйтіп сендер маған аяқ демейсіңдер ма Отырса аяқ болып көтерме бол. 4 аяқтап 4 тағандап еңбектеп кетіп баратырмын бір кезде мына партаның шетінен аяғымнан ұстап жатыр бүйтіп деп просто аймалап жатыр ма қорқытып жатыр ғой деп бір кезде енді тез шығып кету керек болып тұр ғой ана жақтан неге қорқып қалдым ғой Қорқып жатсың шынымен негізі, иә. 2 сәл минуттан қорқып жатырмын ғой енді сәл қорқып Сәл жатырмын емес, әжептәуір кетіп жатыр. ана деп жұлқылап жатыр бір кезде біреу аяғымнан ұстайды да кроссовкиім шешіліп кетеді ғой бәрі жан жақтан шошытып жатыр тұрамын да мен кроссовкиім деймін ғой бәрі тоқтап қалды кроссовки Іздеп кетті ма? кроссовки жоғалт дейді тұра тұршы сендер сонда 3 баласыңдар ғой олар алдымда кетті уже сен соңғы болып мен тұрсың соңғы кетіп Сәл баратырмын қорқып тұр ғой Нұржан, негізі. кроссовки олар амализден шығып кетті иә олар уже ана жақтарда кетіп баратыр олар Жетістікке жетіп жатыр олар. олар соншалықты уже ұзын күліп жатыр мынандай лабиринт істеген ғой енді құлдыртқан қараңғы иә кроссовкиін тауып берейік деп гүбір дауыс шықты мен таныс дауыстарды естіп жатырмын братанның дауысы біреу тұрады да мына кроссовки фонарик біреу ақ қой жоқ біраз кроссовка дәл солай болды склад па? мына кроссовки ма дейді жарық жағады қазір складтан қарап көрейін жоқ мынау қымбат қорқыту болып кетті ғой уже фонарик жағып тұр нұржан осынасы мынау качественный мына кроссовки ма дейді ағасы жанасып жүр ма шынымен мына кроссовки ма дейді жоқ дейді жоқ деймін ғой мен бұл емес деймін лақтырып тастайды да ағаң біреудікі шешіп алған ба не сондай қап кеткен ғой мына кроссовки ма дейді жоқ деймін лақтырып жіберді мына кроссовки осы ғой дейді қой бұл аяғы бар ғой болды киіп ал онда деді киіп ал
жатқан не? бәрін түсіндіру керек па саған? Все деді да, киіп алдым, кигеннен кейін Жүре давай деді да. Қайтадан қорқытып бастады ғой. ананы жарықта да істесе болады ғой негізі. Мен сәл сенбеймін ше аналарға. Қалай сәл емес қой? Біраз ғой. Содан барып бүйтіп анаяқтан шықтым. Деп. Сен сонда кроссовка кигенде де сәл қорқып шықтың ба не сонда? Жоқ, қорықпай шықтым ары қарай. шықтың ба? Содан барып іштегілер не болды деп сыртқа шықтым, әйтеуір аман есен. Сен күмәндандың ба? Сырттағылар не болды, қалай болды, қалай қорқытады екен деп. Зор деп қоя. Өте күшті деп қоямын, мақтап қоямын. Енді ағам істеп жатқан нәрсе ғой енді. Ағаң проектісі. Ағамның проектісі ғой. Ағаң қазір немен айналысады ағаң? Күшті подпискасыңдар деп қоясың. Ау? Ағаң немен айналысады қазір? Қазір Ондай емес. әскери адам. Әскери? Солдаттарды қорқыта ма? Мынау сенің берсің ба? Мынау сен аяғың ба? Аяқ киім тауып берейік дегенде сол Қазір ағамның аяқ негізі иә. Жоқ, бәрі соның класстастары ғой, достары. Бәрін даусымен танып тұрмын. Қыздары да бар. Жоқ енді оның сен оның алдында да білдің ғой сол сынып істеп жатқанын. Иә. Басқа адам жалдамайтын шығар басқа жақтан. Қорқуды айтасыз ба? Қорқытуға ше иә. Сонда да енді қараңғы болғаннан кейін жоқ маған қызығы ше күлдіріп жатқанда не істейді екен? Күлдіретін Анекдот сол ғой. құттықтайды. қараңғыға кіргізіп жібереді. Клоунның мұрнын төбелерінен. Әртүрлі нәрсе болды. Біреусі көрініс қойып жатты, әртүрлі. Театр болып жатты деген сияқты ғой. Спектакль қойып жатты деген сияқты Біреу ән айтып жатады деген. Иә, сондай. Сен негізі өзің қорқытуды таңдау себебің не оны сонда? Ағаң үшін ба или Мен не көргісі келіп тұр ғой? адреналин ба? Жоқ, ағам айтты маған қорқытамыз деп. Маған сол қызық болып кетті. Мәгір қалай қорқытады екен деп. Сөйтіп 200 теңгелік билеттен ақ білсем болатын еді негізі. Сосын ағаңа қалай айттың? Ағаң қалай болды Нұржан деп сұрады. Күшті деді, маған ұнады дедім. Көбісіне ұнапты, сөйтіп белгілі бір ақша жинаған олар, сөйтіп оған оны қайда құртты олар? Өрмекші алған ба үлкен? Ужастик кино сатып Оны өздерінің фондына қойып қоя ма сондай бірдеңелер бар. Сендер кейін не істедіңдер? Сендер де істеген шығарсыңдар? Біз істеген жоқпыз, біздің кезде болған жоқ. Ол так мен оқып жүрген кезде бір-ақ рет болды ол. Сен оқығанда бір-ақ рет. Енді болмайды деді ғой сразу мұғалімдер. Қорқып жатыр. Мұғалім кірсеше соған. Сонда ана ақшаның бәрін тапқан ақшаның бөлісі бола ма сонда бәрі? Бөлісі болады, либо фонд мектептің фонды дейтін болады ғой. Сондай жасалған сондай бірдеңе. Жақсы ақша тауып. Ол жерде комта ғана қараңғы болмаған ғой. Адамдар да қараңғы болған деп ойлаймын ол мектепте. Жалғастырамыз деп камера. Жоқ, енді сол кездегі эмоция үшін өте күшті нәрсе ғой. Күшті. Жалпы күшті екен. Қызық іс-шара екен негізі. Мектептерде істеу. Әркім андай өзінің фантазиясымен Ертең істейік. бөлек. Осы емес. Өрмек шалу керек. Квест дегенде болғансыз ба ерге? Квестте. Квестте болғансыз ба? Мен ба? Иә. Мүлдем қызықпаймын. Өтірік екен білесің ғой. Қызықпайсыз ба, қорқасыз ба? Андай қорқытатын квестте ма? Иә. Болған қорқытатында. Қалай болды бір? Онда квест дей ма не? Квест дейді, Біздің басқа кезімізде нені квест қорқытатын дейді? дейтін еді ғой басқа. Енді ғой, енді келіп жатқан. Вообще сондай сөздер көп. Қайда болдыңыз, қалай болды? Кімдермен бардыңыз? Неде болдым? Мир фантазияда. Абай, аттракцион Хамид ғой ол. Ерғали жағалауы. Қиылыстырғанымша. Қиыннан ба? Не кірдік, қорқып шықтық қой, баласын кіргеннен алды. Бірақ мен өзім бір не қылайын, кішкене менің алдымда екі жігіт білесің ба, басында қашын қап-қараңғы білмей кіргізіп қоятын. Тұрасың 1 минуттай. Тексереді ғой сені. Жан-жағын қолдар жаңағы. Ол жақта енді жанында емес енді. Ойлашы, бүйтіп ашын сипалап өтіп кетеді болды. Кішкентайсың, жет оқиын ба? Сол кезде кірдіңіз ба, жет оққанда? Андай ғой, жасың Осының жетпейді десе. қатарларыңыз анаяқта дейтін. Қызық қой. Қатарларыңыз ұйымдастырып отыр ғой анаяқта. Жоқ, мен екі жігіт менің алдымда, менен үлкен екі жігіт. Ол кезде 7-ші класс дейтін бүйтіп сипалап кетсе қозып кететін кездер ғой. Смотря кім? Еркекке де қозындар байлайды. Қараңғыда әдемі қыз жүрген жоқ қой қорқытып бізді. Нұржан, қолға да қоза берсе просто. Полға? Қолға. Қолға ма? Полға. Сосын анау. Келесі оқиға. Лагерде сөзбен өтірік алдап төбелестен аман қалғам дейді. Енді бұл оқиғасын көрейік. Түрмеде ма лагерде?
сөзбен Карлаг лагерінде. жоқ Ал жер. енді сіздікі екені белгілі ғой Ал жер әйелдердікі ол. сол мамашкамен болған десе бірдеңе айту керек болды сондай нашар пас айтпаңдар Аман қуырыспайшы. Әкең Сөйтіп, жоқ аяқ асты шешеме тигізме сондай болып қалса өзі айтып па? да бастай салайын сразу санаторий ғой короче Аха. и мен ол жаққа қалай бардым сол туралы айта кетейін басында Аха. әпкем поликлиникада жұмыс істейді короче Нешедесің примерно? 6 оқимын ғой 6 или 12-13 жаста. 6 или 5 оқимын ғой жақсы оқып 6-ға ма и әпкемнің поликлиникада істейтін мен асыра сілтеп пайдаланып жүрмін ғой короче қалай сабаққа бармай қоя саламын просто ауырып қалдым деймін да и әпкеме сондай маған справка керек ол айтады кәдімгі кезіне бір күнге жасай алмаймын 3 күнге жасаймын дейді Жоқ, енді- хорошо деймін да короче сөйтіп Мынау жүрмін рак дегеннің артық енді деп артық кетіп қойған. 2 айға қалып қойған. сөйтіп короче асыра сілтеп пайдаланып жүрмін и 3 жыл андай деген енді 3 жыл бір енді. жылға істеп андай медосмотрлар болады ғой поликлиникаға барып өтетінші Аха. ол жаққа барған кезде сразу әпкеме барамын короче маған флюра керек деймін ана жақта кәдімгі қарапайым адамдар очередьте тұрады ғой бүйтіп тазалау біреудікін алып берсеші жетектеп без очереди кіргізіп елдің көзінше сөйтіп жүрдім ладно ең білесің ба очередьте тұрасың ғой осындайлар мен де андай ей дейсің ғой мақтаныспен ше әлі тұрсыңдар ма деп ше андай алты оқитын тварь еще мен түсемін де үйге қайтып кетемін ғой әпкем әкеп береді үйге қатты сондай болғам диктатор міндет Әпкең апарып береді, аналар әлі күтіп тұр ма? анализге келеді да сол жерде менікін алыңдар аналар банкінің әкпес қарап тұрады жүгіріп жүрмін ба ана жерге түсіп кеткен адам емес сонымен короче и андай әкпес әшейін неде отырады справочный Негізі ма? андай путевка беретін нелер болады поликлиникаларда ше санаторияларға сәл сәл ауру нашар Сәл балаларға жақсы ауырсаң. сонда маған ауру деген айтайын или мектеп директоры бүйткен шығар мынау байғұс жыл бойы ауырып жатыр емдеңдерші короче мен санаторийға жіберетін болады ғой сол жақтан типа бір диагноз жазады да қандай диагнозбен барды білмеймін мен вообще оқымағанмын просто бара салдым барып демалып қайт деді маған еще содан емдейді ғой сені ана жақта жоқ емдемейді просто андай витамин сондай нелер береді ғой. бірінші бірден укол салып тастаған ба сөйтсем демала бер балам демал әлі екі демала бер сәл андай тарды өзін аяғаны ше өзінің шуткасында Шынымен кіретін сап. шуткаң өтпей қалса да әдемі да сөйтіп кейін білдім ғой короче негізі мен емес главврачтың баласы бару керек болған ғой сөйтіп демалуға короче ол орынға ма иә сөйтіп короче ол бір орынға екі адам ол шынымен ауырып қалып бармайтын болған ғой короче больницаға жатыпшы сосын мені тығып жіберген әпкешкім и санаторийға барамыз санаторияда әкең жүрміз негізі кім болып істеді мен білмеймін даже Ештеңе білмеймін. шығарып беретін болған ғой. короче әжептәуір иә андай смело жүре алатындай ғой бағанағыдай бақилы кимей кіріп кетесің деген сияқты иә молодец өмір бақи болмаса да әйтеуір осы жерде неғып қызық емес мына әдемі жаңағы сосын сен жалпы бүйтіп жүрсең танып қояды сөйтсем ана санаторийда короче братан сен ол емессің Мынандай шығасың. Сол асықпа негізі мынау деген. сөйтіп танып кетсең бәле ғой сөйтсем короче ол қызық санаторийда премияға шығып тұр денсаулығы нашарлар бар екен да и плюс детдомның балалары келеді екен сонымен бара бара нашар жер болып қалды ғой Әпкең детдомский деген справка жазып берді. негізі ма Әпкесі вообще детдомда істейді негізі. мен поликлиникада ана жетім деген негізі әпкең емес па еще
тәрбиешіңді. негізі жетім болса Тәрбиешің. Келіп кеткенсің. сәл ауырмайсың болса Сөйтсем көресің. фантазияң болып бәрі. И андай боксқа қатысып жүрген кезім ғой, сол кезде жақсы бокстасып жүргем ше. Сонымен анаяқта бірінші атаман болып жүрмін ғой мен. Лагерде. Лагерде. Лагер санаторий дей береді. Санаторияда сен біреу сенен сұрады ма? бірінші атаманға жерде- дейін бару дейсің ондай. ол ояқта сау адамдар тұрмайды. Денсаулығы нашар балалар өзі. Қол сынғандарға бар. Мен бірінші атамын. Мен бірінші атаман. Бәрін енді ауырушы. Санағында наяқтамаса санағында бәрі. Кеше барса 1-0. Детский травма. Сонымен, короче, сөйтіп жүрмін андай. Қазақстан деген спортивке бағам. Өзіме әдемі болып жүрмін да, короче, өзі ойымша саумын еще. Сонымен бір әдемі қыз жүрді, короче, лагерде. И анаған андай бүйтіп сөйлескім келіп, не Бірінші қыласың ғой? атамансың. Иә. Боксқа қатысам еще. Сонымен ана қызбен әңгіме айтып отырдым да. Талпа отыр, бүйтіп бәріміз отырып дейді. Сонда бәрі алты оқитын болдыр ма? 6, 7, 5, короче, андай ғой, бүйтіп. Аралас Екі па? арасында. А. Жасөспірімдер арасындағы Алты- ашық санаторий ғой. Олимпиада. 6, 3, 2 деп солардың арасында атамын. Сонымен ана қыздан сұраймын ғой мен. Жасарлар еще. Саған қандай жігіттер ұнайды деймін ғой. Сөйтсем, боксер жігіттер ұнайды деп. Мынандай жігіттер. Деймін ғой, подкатымның патологы андай. Жоқ қой боксер жігіттер. Мал болған ғой. Нашар өте. Жоқ, раз-два десең мақұл екен. Андай. Жоқ қой боксер жігіттер. Жоқ, оған жазушы жігіттер ұнасашы. Жүр ғой жазушы. Ол емеспін ғой, мен алдамаймын бірақ. Маған геодезист жігіттер. Сол үшін түскен ба? Әлі ойлап жүрші. Оғызбайға дейін кеткен. Алты оқисың ғой бірақ. Сондай нәрсе болды да, и мен қасымда бір дос болып кеттім бір жігітпен. Қасымда бір досым бар. Қызбен болмай қалды. Иә, и жігітпен достасып отырмын. Кел дос болайық дедім. Сөйтіп екеуміз дос болып жүрік. И анау бала бір күні жаңағы детдомский бір баламен ерегісіп қалады ғой. Столовыйда. Столовыйда. Иә. Сонымен анау бала айтады, короче. Аяғынан шалды, анау столовыйда. Анау құлады, тамағына түкірді. Сонымен анау бала айтады. Сильвестр Сталлоне. Жаңа досым айтады ғой. Детдом баласы ше. Далаға шық сөйлесеміз паразан бірдеңе деп кетеді, короче. Досың ба? Досым сәл андай қорқақтау, бірақ маған сені берегісіп тұр ғой, короче. Сен бірінші атамансың. Мен бірінші атаман, бірақ мен алладан қорқамын негізі. Андай, олар менен қорқып тұр да андай. Бірінші атаманды өзің шешкенсің ғой теге. Чисто жоқ, басқаларын ұрған ғой, олар үндемейді, короче. И олар таласпайды, өздерімен өздері жүр ғой. Жалғыз өзіміз дос екеуі шешкен. Ол екінші. Онда мен саған сен берексің. Негізі нұсқаға бөлген ба? Іштемейді, айтыршы. Кетіп баратсыңдар. Сонымен сыртқа шығамыз деді, сосын мен айттым, мен араласпаймын, өзің ерекші. Тамақ ішіп алдыңдар ма? Тамақ ішіп алдық. Анау қорқып отыр әлі. Ақылдасып отырық қой. Барып сөйлесек дейді. Сен ғой ерексің, мен қатысым жоқ мынаған деп. Сәни беріп отырсың ғой ше. Менің справкам бар ғой. Бәрібір қорқасың ғой енді сәл ондай балалардан. Сонымен мен айттым, өзің сөйлессең. Жаңа қарсылас жігіттерден сәл қорқып тұрсың. Иә, екеуміз де қорқып тұрық. Сонымен сыртқа шықтық, мен қарап тұрмын, короче. Олар көп па? Олар 3-4 болды, көп емес даже. Бірақ өздері бөлек жүреді, короче. Алдыңғы бағдарламада айтпақшы, Асфик 10 адамды талдырған туралы оқиға айтып берген. Бұл 3-4 адам, иә, қазір? Жүгіріп өттім. Жақтар тұтты. 10 адам талды. Жоқ, 10 адам тұрған машинамен кетті. Не істедің? Ол бәріне. Сонымен короче сырттан тұрмыз. Ана балалар енді келдің ба бірдеңе деп боқтап жатыр ғой, короче анаған. Сосын ана бала резко қорқып тұр ғой енді. Резко қорқып. Енді орын ауыстырып алдым. Қорқып тұр ғой негізі. Сөйтіп резко әңгімеге көшті ғой. Жігіттер, мына жақта бәріміз енді демалу үшін келіп жүрміз. Анау мынау жіберіп жатыр ғой. Ауызбіршілікте болайық, тату тәтті болайық. Надо будет, менің де әке шешем жоқ дей салды ғой, короче.
негізі әке шешесі бар ғой ана баланың маған фотоларын көрсеткен. Аналармен жақын болу үшін Ана просто әңгімені жабу үшін ана жерде әңгіме жабылады да сөйтіп нормально үйге шығып негізі ата анам бар ғой менің риза болып байналарын сондай қыздар дейтін бар ғой. молодец жақсы. не болды сонда болды ма сөйтіп Бітті ерекше құтылу деген сол ғой жаңағы. аналар төбелестен. неғылды ма сөйтіп Олар типа кешірді андай болып қалды. Қойшы деп семіп қалды короче. сен неғылдың Сөйтіп ұрған жоқ. Мен қатысым жоқ, өзіммен өзім. Бірінші атаман болып жүрдім. Әлі бірінші атамансың, иә? Әлі, иә. сол лагерьде мүсілде тұрса Итсе мына жерінде күш шығатындай болып қалды салдарында негізі. о десе Қызық болыпты. иә жақсы болды Иә, айтпақшы құрметті көрермендер, бізде қаралым саны енді біраз бар, бірақ подписчик саны аз екен. өспей жатыр ма Иә, күшті каналында да, бірақ подписчик көп қой ол жақта уже. өсіп жатыр Иә, өсіп жатыр. Бізге енді, бірақ көбісі бізде тіркелмей қарайды екен, андай рекомендацияға шығады, рекомендацияға шықса. Сендер де ондай жүрсің, иә? білмеймін ол үшін ескерту керек шығар Иә, сондай бір бізде, жай ғана иә, жай ғана, осы қазір бір 5 секунд берейік. қазір Тіркелу 15 алсын. минут соңғы 15 минут тіркелу тегін Қазір бір тіркеліп, кішкене арнаға қолдау білдіріп жіберсеңіздер. Астыға осы жерге тіркеліп, төменге тіркеліп қойыңыздар, біз 30 секунд Біз қарай камераға тұрайық қарап тұрайық, көрермендерімізге. тіркеліп алсын. шынымен ба Иә? Тіркеліп алсын да енді. қай камераға қарай Ана камераға. ортаға қараймыз ба бәріміз ортаға қарайық онда Ал, мына жерде қазір Асбек бір 2-3 әзілін айтатын мүмкіндік бар еді Тыныштық дедік қой. тыныштықта ма не еще тіркеліп жатыр ма? Бір-екі адам тіркелді ғой деймін, иә? Көбейіп кетті мынау что-то алдыңа қанша 10.000-ға дейін күтіп отпаймын бірде Біреу отписка істеп берді. Микрофонды ұмытып кете береді, кеспесе сол жерде. жоқ кеспеші осындай жерлер күшті ғой Қайттан көріп кеттік. Все, рахмет барлықтарыңызға. Сол арнаға тіркеліп қойыңыздар, ол бір күшті сондай бір не о қалыптастырады. не сонда бір андай Барлық- не ма андай магия ма Айдар ғой. айдар Екі айдардан тұрды. Нұржан дұға оқып отырады, ішінен біз өйстіп отырамыз сондай ғой. Иә. Келесі выпускта отписка істетеміз қайтадан ортасында. Кеттік, келесі оқиғаға көшейік. Патологына көшейік. Иә, оқиғалардың мен ба әлемдегі- шынымен ба Ең күлкілі историяны. мен айтып отырмын ғой жігіттер әңгімем ба не әңгіме бар еді ол шынымен ба біртүрлі оқи алмаймын ба Тағы да. Неге шығатын едіңіздер ғой? турларға. Турларға ше. Гастроль. Гастрольдерге. Гастрольдердің бір айтпайтын историялар ғой біреу есіме түсіп кеткенше бәрі айтуға бола ма болмай ма Болады ғой. Ана біздегі бір жігітті ұра беріңіз. ол жігіт қарайды оны 4 жыл Тауып алайық сразу. ол жігіт арамызда отыр деп жоқ мен емес көрейік айтып Сен жаснарды ойнамап бердің. жоқ бүйтем барынша жігіттер не қалай айтса болады арасында бүйтіп ойланып сөйлеуге Иә. тура келеді кеттік онда соңғы оқиғаға көшейік. Оқиғалардың несі? Шыңы. төресі. Патшасы, қасқасы. қазір мынандай оқиға Ереке бүгін бізге қандай бір в общем қаланды айтпай ақ қояйын қаланды айтпай ақ қояйын мемлекет Қазақстан. 2015 жыл ау деймін Сіздер Жайдарманды Албания. Албания түрмесінде. Бойка болып кетті. Колорадо штаты. солай басталды ғой наши дни Квадратураны дауысы шығады. 300 әрпек жаман жақсы көремін сондай кинолар туралы әңгіме айтайықшы қай қала екенін айтпай ақ қояйын гастрольде жүрдік жаснар Жайдарман тобы Анкара ма Анталияда емес соңғы жылдарыңыз, Жайдармандағы. батыстағы деп айтайыншы Жайдармандағы соңғы сезондарыңыз ба? соңғы маусым ба білмеймін есімде Сезон ба, маусым ба сондай еді ғой. Иә. сол кездер Біздің задача сол кісіні тауып алу болсыншы. қай кісінің сол адамды ма ол оңай болатын сияқты Мен білемін уже. иә көріп отырсаң кешір досым былай болады бір қаладамыз гастроль бітеді
ол кісінің андай әңгімесі бар тұғын, сосын бәріміз енді ойлаш, бәрі ай гастроль газельмен ыстық сасып енді болды ғой, тойдым ғой КВН-ге ше. Енді болады ғой сондай, енді қазір деген ол мүмкін шығар, бірақ енді сендерде болған шығар ондай нәрсе. Тегін соңында береді ақша, бірақ тегін. Сезонға кіріп алыпты ғой тоймай КВН-ге. Қойш. Иә, Сол қате болды. Сол айтып кетсек. Оған кейін ораламыз. Қызық қып жауып қоясыз ба? В общем, бір қалада гастрольде сөйтіп ана жігіттің андай әңгімесі болды, оның арамызда өмірі бүйтіп ұйықтайын деп отырсың ғой бір қалада. КВН ойнап боласың. Онда да бүйтіп бір назар аудар сияқты болдық деп ойламаңыздар, мүлдем апыстаңыздар оны. Барасың 15 адам. Примерно. 15 адам отырады. 50 адам ары кетсе ше. 50 болса сәл ойдақ басың зал толып қалды. Аншлаг. Сыймай жатыр. Бәрің бір бұрышқа отырсыңдар ғой. Бір қатарға сыймай жатыр. Адам көп. Ауылдар шығар уже. 50 адам дейтін ауыл шығар. Оны білгенде бір 100 адамдық ауыл емес. Ереке оны білгенде ауылға шақыратын еді ғой бір кабинетке. Екі-үш деген бұл қымбат екен сен. Сендер көп тауыпсыңдар. Мыналардың мектебінен шықпасаң. Әр класстың арендасын. Сөйтіп жаңа бір КВН-нан кейін сөйтіп концерттен кейін біреудің үйіне қонасың ғой. Сол жақтағы КВН-чік сияқты. Біреудің туысқанының, біреудің досының, бір зал тамғат бәріне бір төсек жатсың ғой. Сөйтіп бәріміз енді шаршап. Шостағдай жатсыңдар. Шетіне бір үгіре ма? Көрпесімен аунап. Таңға таяу кетіп қалды. Бәрі кезек қорлайды, массовкалар шетте үндемейді. Жоқ, бірге қорлон түрлі кеттік деген жерде бүйтіп ұйықтасың. Инженерлер. Сөйтіп жатыр. Жостағыдай. Сөйтіп жігіт бүйтті. Жатайын деп жатыр. Бәріміз шаршап ұйықтадық кез бар. Жатайын деп жатыр. Тез ертең болсаң екен КВН ойнап. Тез ертең КВН-ге тойып тұрсыздар. Тез ертең болса екен КВН ойнап. Мынау сөйлемейтін адам сияқты. Менің пайымдауым солай. Маған тойып жатсыңдар өзіңше. Тез ертең болса екен. Сол адам. Ол ана адамды таныстыру ғой әшейін. Иә, сондай адам өзі. Ішті жыртады ана кісі. Страшно. Сол адам бір күні сөйтіп бір үйде жатырық қой. Ол кісі бізді күтіп алды, тамағын берді. Соның үйі ғой енді. Жаңағы жігіттің үйі ме әлде? Бізді күтіп алып жатқан. Күтіп алған. Енді ол жігітте бізбен командаласымыз ғой енді. Концертте жүр. Әртіс. Бізді қарапайым халық күтіп алып жатыр. Бір қатар. Аяқ асты әртіс болғансың. Сөйтеді да фанатты емес қой. Сен қай команда? Бәрі шатастырды ғой. Иә, көрген. Бір кісі күтіп алды ғой бізді концертте жүрген кезде. Сөйтіп жаңа жатырық үйде. Бәріміз ұйықтап отырық. Шаршағанбыз. Бәріміз ұйықтап жатырмыз. Bir кезде бүйтіп, андай болады ғой, ұйықтап отырсың ғой. И жарық түседі ғой бүйтіп мына жеріңе. Там түбіне. Ойлашы. Бүйтіп көзімді ашсам фонарик. Бүйтіп түсіріп отыр. Міне мынау ерке бұлан дейді. Сөйтті да бүйтіп ақ көрсетеді, Даша жатыр қасымда. Мынау Дархан дейді. Сөйтсем, жаңағы жігіт. Қасымда, күтіп алған ба? Қасымда бір дос балам бар, 2 амонда атқан. Екеуі қызға біздерді көрсетіп жүр ғой. Типа дәлелдеп жатыр да. Мені танимыз ғой, жақсы танысам. Жатыр ғой, қорылдап. Резервте өткен. Ойлашы енді до того да. Сөйтіп енді бәріміз оянып кетті. Не істейсің? Жо, нормально бәрі тыныш болады, нормально. Ол көріндер ма чөнді жерде. Екеуін алып кетіп қалды. Кесенеге алып келгенде солға барады, оқытып алып шықты. Абылайхан жатыр деген жатыр. Бізде барады, форуммен жатсақ. Жостағыдай әлі. Мен жатса. Сондай бір болған бір командаласымыз.
қызықты оқиға болыпты. Сөйтіп сонда сіздер ол қыздар үшін звезда болып тұрсыздар ғой енді. Иә, Жоқ. арманы ғой қыздардың. Мүмкін біз ол жігіттерге звезда отырмыз. Бір командада кумирім ойнай ма? О қыздардан мыналар кім деп ше? Мынау Михон танып тұр ма? Ойша сахнада тұрған өзге командасын чоста тұрғандай саған тамсанып тұрса. Анау үшін звезда болып тұрса. Ужас. Күшті оқиға екен Ереке. Иә, барынша әйтеуір тырыстық. Флешбектеріңіз Сол екен кезде. бірақ. Ол мында жақсы ма? Рахмет Ереке, бүгін Сіздерге бізде рахмет. қонақта болғаныңызға. Айтпақшы микрофондарын күшті екен. Иә, айтпақшы осы микрофондарды жақында Иә, алдық. қымбат алып отыр әйтеуір бір жерден. Иә. Мен тегін алды деп естідім. Білмеймін, Нұржан ақшаға деді ғой. Сондай отыр ма? Бізді айтпақшы. Шынымен ма? Спонсор бар ғой бізде. Күшті арнасының бізге қолдауы. Осылай біз жайдармашылардың бір жақсы жері үнемі бір-бірінің шоуына барып, бір-бірінің бағдарламасына барып, иә, қолдап жүреді. Хамит ағамыз түсіріп жатыр деп. Жөнел тұрма құлақ естіп. Шақырсаң да жоқ кісіні. Жарайды, онда біздің келесі қонақтарымыз күтіп қалды екен онда. Сондай ма? Кеп кіріп жатсыншы. Ұят болмасын сияқты. Біреу ән айта тұрады, одан кейін уже отыр қонақшы келесі. Негізі қазір бастап ек деп ше. Рахмет, осымен Болды, Хихикая жақсы. жобасының тағы бір кезекті шығарылым өз мәресіне жетті. Бүгін бізде қонақта болған ерекше күлкінің иесі Еркебұлан ағамыз. Ереке, рахмет сізге. Құрметті көрермендер. Күлдіргі, күлегеш. Менің ағам. Көрермендер, арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Ол арнаның дамуына көмектеседі. Кеші бүйтіп мен айтамын ғой, басқаша айтсай сен. Құрметті көрермендер, арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Ол арнаның дамуына көмектеспейді. Жоқ, өмір өйстіп мені кітапханада қысып қояды ше өзі ше. Ереке, неғып өйтіп айттыңыз? Үлес қосады дейсіз? Рахмет барлықтарыңызға, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Бұл Хихикая жобасы келесі кездескенше. Рахмет.